Осман 119 бөлімнің жалғасы. Байындар Найманға 2 сандық алтын әкеледі. Байындар Найманға: әрине, бұл алтындар Найманға түкте тұрмайды дейді. Найман да: бұл 2 сандыққа қоса сенің жаныңды да аламын дейді. Бірінші алтындар қайда? Осман алған. Сол алтындардың тұрған жерін білесің. Одан кейін Уәлиде Сұлтан мен Османның әр әрекетін біліп отырып, маған айтып отырасың дейді. Байындар Севильяға қарап: сен жақсы таңдау жасапсың. Байқауымша жақсы орнығып алыпсың дейді. Севилья Байындарға: әрине деп күліп: мен ақылдымын, сондықтан осындамын дейді. Сен сияқты ақымақ емеспін деп айтады Байындарға. Сол кезде Найман алтынды таңба көрсетеді. Севилья мен Байындардың көзі шыға кете жаздайды алтынды таңбаны көріп. Бұл Шыңғыс ханның алтынды таңбасы ма деп сұрайды. Міне, бұл бүкіл есікті ашатын кілт деп айтады Байындарға. Осы кезде жер құдай ұйықтап түс көріп жатқан еді. Түсінде жалғыз өзі жан-жағына алақтап, арлы-берлі жүріп, Үлген Беке мен достарын іздеп жүреді. Үлген Беке артынан келеді. Жер құдай: біз Инегүлді алдық па дейді. Иә, алдық деп жауап береді Үлген Беке. Сен есікті аштың ғой дейді. Жоқ, Гүргізбек ашты дейді. Не? Гүргізбек ашты? Жоқ, сенің есікті ашқаныңды мен көрген болатын деп түс көріп жатқан кезде қасында Гүргізбек осы сөздің бәрін естіп отырады. Есма Малхун Бекеге келіп: менің бауырыма енді қауіп жоқ, мені кешіріңіздерші, мен не істесем де бауырымның өмірін құтқару үшін істедім, мені жазалаңыздар дейді. Малхун Беке: сенің істеген істеріңнің барлығы өте қауіпті екенін білдің бе дейді. Егер жасағанның бары сатқындық болғанда мен сені баяғыда басыңды алатын едім, бауырыңды құтқару үшін жасағаның үшін ғана кешірдім дейді. Енді жазаңды осы жерде өтейсің деп айтады. О дүниеде жазамды өтегенше осы жерде жазамды өтейін, сіздердің алдарыңызда қарыздармын дейді. Османбек орманда батырлармен кездеседі. Батырларына: барлығы дайын ба дейді. Батырлары: иә бегім, барлығы сақадай сай дейді. Тұрғыт: біз көздерін жою мақсатында жүрген моңғол шакалдарына өз еркіңмен бара жатырсың, өтпе Осман дейді. Осман: бүкіл апандар біздікі, Найман жат, шақырусыз келген, не Найман кетеді, не біз қаламыз дейді. Мен жоқта елімде батырларында саған аманат Тұрғынбек, менің ақым болса кешіңдер дейді. Барлығы: иә кештік, бізді де кеш деп айтады. Найман Севилья саудагерге: Байындар бізге қалағанымызды әкеледі, сен би боласың, Исмихан сені өз жағында деп ойлай тұрсын, әзірге дейді. Сен үлкен отын жина, сол отынды екеуміз оларға қарсы тұтандырамыз дейді. Осы кезде бір нөкері келіп: бізге қарай Осман келе жатыр дейді. Келсін дейді Найман. Осман Найманның шатырына жалғыз өзі келеді. Нөкерлерінің барлығы жанталап бас салады. Осман олардың ешқайсысына да бой бермей барлығын итеріп Найманның алдына келеді. Бір нөкер Османның қылышына қолын соза бастаған кезде Найман нөкерінің қолын шауып тастайды. Сен оның қылышына қолыңды созатындай, ол әлі өзінің шешімін айтқан жоқ дейді. Я, енді айта бер Осман дейді. Менің қылышым тек Раббымның қызметінде дейді Осман. Сен қорқақ болсаң, мен сені әскеріме алмас едім. Сен батырсың, сол себепті мен сені өлтірмей жүрмін. Қорқақ 1000 өледі, ал батыр 1 өледі дейді Найман. Әйтпесе сенің жаныңды баяғыда алар едім деп айтады Найман. Ал құлағым сенде, айта бер дейді. Осман: мен қайылардың бегімін. Бұдан былай, мына менің қылыштарым Найманның қолында. Не дейсің, қайталап айтшы, дейді Найман. Осман қайталап: иә, мен айтып отырмын, мына 2 қылышымды Найманға беремін. Бұл 2 қылышым Найманның бұйрығынсыз қынынан суырылмайды деп айтады. Сені қол астыма неге алғанымды білесің бе? Сен сияқтыларды мен әлі кездестірмедім. Әйтпесе сені бірінші күн-ақ жаныңды алатын едім. Сенен білерім, сұрарым өте көп дейді Османға. Осман мен Найман шатырына бет алады. Осы кезде батырлары Найманға келе жатқан керуенге шабуыл жасамақшы болады. Жалғасы өте қызық. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұранамын.